естіп жатырмыз ғой да. Ja, естіп тұр ағай. Енді осыны бүгінгі лекция дәптерге түсіреміз. Аха. Тақырыпты жазамыз, бүгін числоны жазамыз. Қазір уақыт жатыр. Келесі сабақтан бастап міндетті түрде алдын ала группаға старшысы айтып жазып қоямыз. Бағана мен әр сабақ сайын бағана сілтеме жіберу, енді бір рет бағана сілтеме жібергеннен кейін сонымен келесі сабақта прямо кіре беретін боламыз. Түсінікті ғой да? Ja, ағай. Аружан, онда видеоны барлығымыз қостық қой. Қосамыз. Мынау бүгінгі тақырыбымызды жазамыз. Әйтпесе енді уақыттың тығыздығына байланысты скриншот жасап аламыз. Бағана 10 минутымыз бар. Ағай, скрин жасай салайықшы. Бірақ келесі сабақ міндетті түрде дәптер тексереміз да. Практикалық сабақта міндетті түрде форма болу керек, формасыз сабақта жоқ болып есептелесіңдер. Аха. Түсінікті ғой да? Ja. Құдай қаласа міндетті түрде форма алып келесіңдер. Енді мына күнде жылып жатыр ғой, құдай қаласа. Баршамыз кәдімгі сыртта алаңда, площадкада жаттығулар жасаймыз, ойындар ойнаймыз енді. Жоспарға сай. Аха. Ағай, онда скрин жасап аласың. Бірінші скрин жасаңдар. Аха. Екіншісін. Ja. Үшіншісін. Жасадық па? Ja. Мынау төртіншісін. Аха. Бесіншісін. Жерде шамалы несіп майда оқытты қазір. Енді түсіріп алсақ, келесі 9-ын. Аха. Осымен біздің осы лекцияны міндетті жазып аламыз. Енді мынау тақырыптың өзі айтып тұр ғой. Қысқа қашықтықта жүгіру техникасы үйрету. Қойғанымыз микрофонды өшірейікші. Мына жерде қысқа қашықтықта жүгіру болғаннан кейін жай жүріспен жүру, жылдамдықта жүгіру, жай жүріс, төменгі стартта тұру техникасы. Енді оның барлығы келген кезде алаңда да бір шамал старттан шығу техникасы дейді. Барлығы мектептен де жүгірдіңдер, жаттығу жасадыңдар. Сол жерде көрсетілген шығар. Үйреткен шығар ағайларым. Енді старттан жылдамдықты алу техник. Барлығы техникалары енді. Одан кейін мына тақырып мазмұны деп жатыр. Алдыңғы трек кезінде бұл жігіт дене қозғалысын төмен қарай тежейтін бағыныңқы қызмет атқарады дейді. Оның барлығын келесі уақытта жазып өз ойымызды бағандай түсінік айтамыз. Ертең практикалық сабақта көрсетіп бересіңдер. Стартта қалай тұрады, команда қалай беріледі, қандай жағдайда баған тұрыс, жүріс, дайындық барлығы осының үшін кіреді. Төменгі сөре, жоғары сөре деп айтып жатыр.
Осы қыздар онда келесі сабақ міндетті түрде лекция болсын. Мынау практикалық сабақта форма алып келеміз. Аха, жарайды. Түсінікті ғой, да? Жақсы, онда. Иә. Жақсы, сау Келесі лекцияға болыңыз. Құдай қаласа алдын ала қосылып манағы беріп сөйтеміз. Аха, жарайды. Жақсы, сау болыңыздар. Өзі біздікі